Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде математика негіздері тақырыбы мен құрылысшы боламын, 20-ға дейін санап үйренемін, алдыңғы және кейінгі деген ұғымдармен танысатын боламыз. Балалар, сендер білесіңдер ме, сандар, санай білу бізге не үшін қажет? Кез келген заттың санын білу үшін, сандық құрамын білу үшін бізге санау өте қажет. Балалар, олай болса, біз балапанмен бірге 1-ден 20-ға дейінгі сандарды тура және кері санайық. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Балалар, 10-ға дейінгі сандар қандай сандар? Дұрыс айтасыңдар, 10-ға дейінгі сандар бір таңбалы сандар деп аталады. Келесі 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, кері қарай санап көрейік. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ал 10-нан 20-ға дейін балалар қандай сандар? Екі таңбалы сандар. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Жарайсыңдар балалар. Тамаша. Балалар, әліппе дәптерді ашып, бірінші тапсырмаға назар аударыңдар. Суретте не көріп тұрсыңдар? Бұл кран. Кранды құрылыс жұмыстарында пайдаланады. Ал құрылыс жұмыстарын жүргізуші мамандық иесін құрылысшы деп атаймыз. Балалар, бұл жерде боялған текшелердің саны 10. Сол боялған текшелерге бір боялмаған текше апарып қосқанда қанша болады? Дұрыс, 11 текше болды. Енді сол боялмаған текшені бояп қой. Одан кейін тағы да бір текше қосса, 11 текшеге қанша болады? 12 текше болады. Көрдіңдер ме балалар? Сол санға бір текше қосқан сайын келесі сан туындап отыр. Мысалға, бір санынан кейін 2 саны, 2 санын бір санға арттырса, 3 саны, 3 санына бір сан қосылса, 4 саны. Яғни бір сан қосылған кезде келесі сан туындайды. Ал алдыңғы сан деген бір санға азаяды. Мысалы, 5-тің алдында 4, 4-тің алдында 3, бір санға азайып отырған кезде алдыңғы сан туындайды. Екінші тапсырма. Үзік сызықтардың үстінен қаламен бастырыпсыз. Үшінші тапсырма. Мына сандардың алдында қандай сандар тұрады? Оларды қосымша дәптердің арасынан алып жапсыр. Ал келесі тапсырмада мына сандардан кейін қандай сандар тұрады? Бұларды да қосымша дәптердің арасынан алып жапсыр. Балалар, тапсырманы орындап болсаңдар, бүгінгі тапсырманы меңгергендерің туралы, қалай орындағандарың туралы бетпердеге белгілеп қойыңдар. Ал балалар, мына тапсырманы бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында орындаңдар. Берілген сандардың алдыңғы және кейінгі сандарын тауып жазыңдар. Балалар, сонымен біз бүгін 20-ға дейінгі сандарды тура және кері санап үйрендік. Және алдыңғы және кейінгі сандарды қалай туындайтынын білдік. Бүгінгі сабаққа сендер өте жақсы қатыстыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.